Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сабаққа қатысты қолданатын бір цифрлық, сондай сабақта қолданатын ойынның түрін көрсететін болам. Яғни бізде қазіргі уақытта заманға сай педагог болу үшін бір 4 бағытта жұмыс істеу керек бізге. Мұғалім яғни өз пәнін жетік білуі, оқыту әдістемесін білу керек. Екінші, тіл сауаттылығы, сөз сауаттылығы, көпшілік алдында сөйлеу мәдениеті, яғни ораторлық керек. Үшінші, әлеуметтік желілерді жүргізу, контент жүргізу, камерамен жұмыс жасау керек, жеке бренд қалыптастыру керек. Төртінші, яғни цифрлық дағдыларды жақсы меңгеріп, тиімді қолданылу білуі керек екен. Сондай бір цифрлық технологиялардың бірі қазір бүгінгі бөліскелі отырған, яғни ол GimKit деп аталады. Мына жерде мен қазір кірем, GimKit деген тұр, мына жерде сайт. Мына жерде қарасаңыздар, логин деп тұр. Яғни осыны басам, мен барлық осындай платформалардың барлығына Google аккаунтым арқылы кірем. Мына жерде Google, мына жерге тіркелсе болады, немесе Google аккаунтты басам мен тез болады сол кезде. Нұрға Заманбай кірді. Қараңыздар, мынау алдында мен құрастырған ойындарымда. Бұл жерде қазір қалай ойналады десеңіздер, енді қазір көрсетемін. Бұл жерде құру үшін, жаңа ойын құру үшін, мына жерде New Kit деп тұр. Осын басамыз. Мына жерге name. Так, бұл жерге 5-ші сынып. 5-ші сынып. Тас дәуір дей салайықшы. Мына жерде тілді таңда деп тұр. Бұл жерде тілде тек ағылшын бар екен. Мен мұнан тез көрсете салайын. Яғни бұл жерде мына жерде көшіріп алам мен. Мына жерге қоям. Мына жерге фото қойса болады, аудио қойса болады, мына жерге тағы бірден қойса болады. Мына жерге жауаптарын жазамыз. Мына жерде дұрыс жауабын белгілейміз. Мынаны өшіреміз. Айтты басамыз. Бір сұрақ. Қараңдар, 3 сұрақпен аяқтаймын мен. Негізі сұрақтар көп қоса беруге болады. 20-30 сұрақ өзіңізге байланысты. Мына жерде доне дегенді басамыз. Мына тас дәуірі дейді. Енді бұны ойнау үшін қалай ойнаймыз? Мына жерде алдыңғы нелерін тұр. Енді мына жерде play деген басамыз. Көрдіңіз бе? Мына жерде әртүрлі ойынның форматтары тұр. Бұның бәрін жеке-жеке кіріп көресіз негізінде қандай екен. Мен көбінесе мынаны ойнатам, классик. Мына жерде контент басамыз. Уақыттарын, нелерін мына жерде бәрі көрсетілген. Тағы басамыз. Міне ойын осылай басталады бізде. Мына жерде код беріледі, мына жерде ссылка беріледі. Осы ссылканы, мына ссылканы копировать етіп аламыз.
сөйтеміз да оқушылардың чатына тастаймыз. Мен өзіме тастаймын. Енді қазір мен оны өзімнің телефонынан кіріп көрсем. Мен қараңыз, осыны енді оқушыларға жіберіп болып, кіреді, олар телефонынан кіреді. Мен мысалы компьютерден кірем біз. Мен осындай болып ашылады. Яғни мына жерге кодты жазамыз, жаңағы. Кодты жазамыз. Копировать етіп алайын. Алға Ерасыл деп қойсайын. Join басамыз. Так, осындай приготовиться деп тұрады. Мына жерде мұғалімнің несінде Ерасыл деп шығады. Стартты басқан кезде барлық оқушылар кіріп болғаннан кейін стартты басасыз. Ерасыл деп шықты. Енді олар жауап бере береді. Үстіндердің батыстағы көрші деп. Сонда аяқтағаныңызда барлығы көрініп отырады, кім қанша сұраққа жауап берді, статистикасын беруге болады. Яғни ойындар сақтаулы тұрады мына жерде. Одан кейін мына жерде дайындар да болуы мүмкін. Мысалға тарихтан іздеп көрейінші. Біреудің құрастырғандары. Қараңыздар, әртүрлі тарихтан құрастырылғандар бар екен, қарасаңыздар. Қай сыныпта екендер. Бұлардың бәрін ойнатуға бола береді. Мысалы басасыз біреуін. Мына жерде өзіңізге сақтап алсаңыз болады. Play деген бассаңыз, қандай түрімен ойнағыңыз келеді. Мысалы әртүрлісі бар. Мына жерде кейбір басында қосылған кезде тең болады, мыналар кейін жабылып қалады. Мыналар төбесіндегілер ғана істейді. Мына біреуін көрейік. Дәл солай кодты жіберіп, мына жерде не қылып ойнай беруге болады. Мына жерде әрі оқушылардың бәрі шығып тұрады. Содан кейін жаңа нелерге барып сұрақтарға жауап беріп, бір очко немесе балл бірдеңе жинайды ғой. Сондай. Назарларыңызға рахмет. Осы көрсететін ойын түрі.